Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен духовкада дайындалатын өте оңай, дәмі керемет тағам дайындайтын боламыз. Міндетті түрде отбасыларыңызға дайындап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Алдымен пиязды тураймыз. Бір дана жұмыртқа, 2 тілім нан. Нанды алдын ала ыстық суға жібітіп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын салып араластырамыз. Төрт бөлікке осылай бөліп шығамыз. Енді бізге 4 кесе керек болады. 4 кесеге сары майды жағып шығамыз. Кесенің ішіне тартылған етті салып, қолдың көмегімен осындай әтіп форма жасап шығамыз. Енді бөлек ыдысқа начинкасын дайындаймыз. Жұмыртқа, үстінен сүт, укроп, қалауларыңыз бойынша дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Енді фарштың үстінен үкіштен өткізілген сырды, менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта өте дәмді тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Және лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді үстінен қызанақты салып шығамыз. Үстінен жұмыртқаны құйып шығамыз. Пешті алдын ала қыздырып алыңыздар. 200 градуста шамамен жарты сағатта пісіп шығатын болады. Мінеки пісіп шықты. Иісінің өзі керемет. Дайындап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ шығады. Әрі көп те уақыт алмайды, өте оңай. Жаңа гарнирге қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Мен күріш дайындадым. Ал негізі картошкадан пюре жасасаңыздар өте дәмді, күшті үйлеседі. Дайындап көріңіз. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ертең қазанда тандыр самсаның жасалу жолын салатын боламын. Сіздермен болған Мадина.